Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз қой сою әдісін көрсететін боламыз. Өткен видеомызда бізді ірі қара малды сойып көрсеткен болатынбыз. Ал енді бісміллә деп біз қолаға қаратып қойымызды бауыздап алдық. Бауыздап алған кезде мән беретін бір жайт бар. Оны бауыздағаннан кейін бір 5 минуттай күткен дұрыс. Аяғын шешпей, өйткені бойында қанның барлығы толықтай ағып кеткен дұрыс. Егер ағып кетпесе, етпен бізге организмге түскен кезде өте зиян болып келеді. Сол үшін соған мән беріңіздер. Ал енді бауыздап болғаннан кейін осындай біз қойды аяғын шешіп жатқызып, енді терісін сыпыру этабына көшетін боламыз. Теріс сыпыру этабы біріншіден астында мысалы қойыңыз таза жерде болған дұрыс, астына бір нәрсе жайып таза болған дұрыс, өйткені етке қылы жабысуы мүмкін, или жерге түсіп кетуі мүмкін. Қазіргі таңда мысалы көріп жүрміз ғой, қазақ жігіттерінің ішінде мал соя алмайтын, малды бауыздай алмайтын жігіттер баршылық. Мысалға құрбан айттың кезінде өздеріңіз біліп көріп жүрсіздер ғой, құрбан айт болған күні мысалға мал соятын адам таппай қаламыз, өзіміз таныстарға шығамыз, мысалы OLX-ке шығамыз, барлығы бос емес. Сол үшін мысалға біреуге жалынып жалпаймай ақшасын беріп, мысалы үйге шақырып машинама барып келгенше осы видеоны толығынан көріп, үйреніп, біліп алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Міне әрі қарай біз мына тері сыпыруды жалғастыратын боламыз. Мына көріп отырсыздар, мынау төрт аяғын орта қарай жаймен мына ет пен терісінің арасынан мына тіліп әкелдік та, енді мына көрдіңіздер көкірек тұсынан орта қарай жаймелеп пышақпен қатты мынау қарынды жарып алмай мысалға тіліп өтетін боламыз. Мал союдағы керекті қасиеттердің бірі бұл да ептілік қой. Мына көрдіңіздер ме, мынаны жаймен ғана мына қарынды жарып алмай алға қарай алға ашуымыз керек. Енді төзімділік керек, шыдамдылық керек. Мал союда оңай емес, мұның үлкен бір кәсіп қой. Міне енді біз нарда өңеш деген бар, сол өңешін байлауымыз керек, өйткені біз қазір мынау қарынды алған жағдайда болсын, біз іліп соямыз ғой қазір. Сол үшін біз мынау өңешін байлауымыз керек. Егер өңешін байламасақ, ол ішкен тамағының бәрін осы өңеш арқылы сыртқа қарай лақтыратын болады ғой. Өңешті мысалға қарап отырсаңыздар, ақырындап қана бетінде қызыл кішкентай ет болады. Етті жаймен аршып аламыз да, өзі ішіндегісі мысалы ағарған, мысалы көріп отырсыздар, өңештің өзіне келген кезде соны аршып аламыз. Содан кейін оны жіппен болмаса өңештің өзімен байлап қоямыз. Осыған қатты мән беріңіздер. Егер де ол шешіліп кеткен жағдайда қойдың ішкені мысалы боғы дейміз ғой, соның бар сыртқа қарай төгілетін болады. Құрбысқа енді адалдап сойып жатқан малымызды бүлдіріп шашылатын болады. Соған абай болыңыздар. Мен білетін қой союдың екі әдісі бар. Бірінші, ол жатқан күйінде сойып терісін сыпырып ары қарай жаймендеп жілікке бөлшектеп шек-қарын алып тастап сою. Екіншісі сою, ол мынау іліп қойып сою. Біздегі кесен іліп қойып сою. Енді біз мына кеңірдекті пресс-жіппен мықтап байлап қойдық. Бұл шешіліп кетуге болмайды. Шешіліп кетсе, білесіздер, жаңа айтып өткендей қиындау болады. Сол үшін мықтап байлау керек. Біз ары қарай енді кеттік. Біз енді артқы асықты жілік дейміз, оны арда көрдіңіздер ма? Малдың, қойдың артында екі асықты жілік осы жерде орналасады. Ашып жатқан жерде асығы орналасқан. Бір қойдан екі асық шығады. Алдыңғы қолда аяғында асық болмайды. Мынарада біз енді жаймендеп терін сыпыруға көштік. Мынарада тірсек деген бар. Біз тірсектен іліп қойып соямыз. Ол өте мықты болады. Мынауға үзілмейді. Өзінің салмағы, қойдың салмағын көтеріп тұра береді. Мал сойған кезде пышаққа да қатты мән бергенімізді, пышақты алдын ала қайрап дайындап алыңыздар. Өйткені мал сою барысында өзіңіз қатты қиналып қаласыз. Өткір пышақ болмаса мал союдың кайфын бұзады ғой. Содан кейін тазалыққа қатты мән берген дұрыс. Міне сирақтарын алып тастап жатырмыз. Қазір мал сойылып жатқан кезде 4 сирақты алып тастаймыз және басын кесіп алып береміз. Ой жақта өзі үйітіп 4 сирақты басты үйіте беретін болады. Артқы екі сирағын алып тастадық, тірсекке дейін ашып тастадық. Енді қалған қазір біз қойды көтеріп сымға осындай байлап тастаймыз. Көрдіңіздер, міне керіп адамның белі ауырмайтындай қылып байлап тастадық. Енді біз ары қарай терісін сыпыруға келіп қалдық уже. Міне көрдіңіздер ме, терісін артқы екі тірсекті алып тастадық. Жаймендеп жоғарыдан төмен қарай алатын боламыз. Терісін сыпырғанда тазалыққа қатты мән беріңіздер. Содан кейін қолды жарақаттап алудан сақтаңыздар. Міне біздің Әсет ағамыз, екінші қасапшы ағамыз көмектесіп жатыр. Тезірек бізге сойып бітіруіміз керек.
өйткені қазір бұл қойды біз асатын боламыз. Міне көрдіңіздер ма, терісін сыпыру және іреу деген нәрсе бар бізде. Іреу деген көрдіңіздер ма, шамалы ашып алдыңыздар, қолмен тез осындай іреп тастаймыз. Міне өзі міне ет пен терінің арасын осындай бір қолмен іреп өзі пышақ тиіп, оны ырым-жырым қылмай таза ашады, көрдіңіздер ма? Яқты міне екінші адам уже аяқтан артқы аяқтарын жаймендеп аршып жатыр. Осылай терісін бүлдірмей, ештеңе қылмай аламыз. Содан кейін терісі сыпырған кезде артқы құйрық көрдіңіздер ма? Құйрықты алу шамалы қиындау болады, өйткені құйрықта май жиналады. Май жиналғаннан кейін ол шамалы қиыншылық туғызады осы жағы. Осылай сойып кете береміз. Мына екінші жағында уже іреп жатыр. Ал сіздер комментарий жазып кетіңіз, сіздің облысыңызда, сіздің қалаңызда іреу деп айтыла ма? Бізде Қызылорда қаласында, облысында іреу дейді осындайды, қолмен жасаған кезде. Мына біз енді алдыңғы аяқтарына келдік. Алдыңғы сирақтарды сындырып жатырмыз, өйткені бізге әрі қарай керек емес. Сындырған кезде де жаймендеп буынды байқайсыздар ғой, буынды бүйтіп қолмен бүйтіп ұстап көрсеңіз, буыннан тілмесеңіздер, мынау былай кетіп қалса дұрыстап алынбай қалады. Өзінің әрқайсысынан жаңағы соятын кезде жігі болады. Мына жаңа айтқанда, мына құйрық жағына майды жайменде пышақпен істемесе, ол іреуге келмейді. Осыны жаймен өте аккуратны болуымыз керек қой. Міне құйрықты алып болып қалдық. Арқа жағы ғана ұстап тұр. Қазір алдыңғы жағы мойнын барлығын алып алып. Мына ұстап тұрған жерлерін мысалы терін алып болдық. Ал енді кезек біз енді қойды бөлшектеуге кірісеміз. Мынау алдыңғы аяғын жаймендеп алатын боламыз. Көрдіңіздер ма, нарада алған кезде осы жерде өте мұқият болыңыздар, өйткені қабырғаны етін алып қоймамыз керек. Мынау алдыңғы аяқтың еті ана жаққа қабырғаға кетіп қалмау керек, соны ортасынан өзінің жігімен алған дұрыс. Енді өзі білесіздер, мына малда қойда 12 жілік болады. Мына алдыңғы бірінші аяқта, мынасы 3 жіліктен, сонда алдыңғы екі аяқта 6 жілік, артқы аяқта 6 жілік, соң 12 жілік болады. Міне көрдіңіздер ма, осы арада жаймендеп алуымыз керек. Біз енді алдыңғы екі аяқты алып болдық. Енді бізге төске келеміз. Төс етек осыған арада міне жаймендеп, көрдіңіздер ма, арада қарынды сіздер тіліп алмауыңыз керек, кесіп алып жарып алмауымыз керек қой қарынды. Осы арада өзінің жігі бар, міне көрдіңіздер ма, жаймен ғана burada енді өте жаңағы ептілік керек. Пышақпен аккуратно врачтар сияқты операция жасайтын сол сияқты болуымыз керек қой. Қой сойған кезде ескеретін бір жағдай, бездерін абайлаңыздар. Өз керек емес заттар болады ғой, соларды алып тастап отқан дұрыс. Денсаулыққа зиян оның бәрі жеген кезде. Арада бізде көрдіңіздер, төстің мына еттерін алып жатырмыз. Алған кезде көрдіңіздер ма, мынау әр жаңағы қабырғаның еті өзінде қалу керек, төстікі өзінде қалу керек, соның абайлау керек. Арада бізде енді қарын төмен қарай түсіп жатыр. Бұл қарынмен қатар бір адам болса бауыры бар, бүйрегі бар, болса жүрек бар, ішек қарындар барлығы бар. Қазір жаймендеп соның бәрін алып тастайтын боламыз төмен қарай. Сосын бауырды алған кезде, өкпені алған кезде, кей кезде қойлар ауру болуы мүмкін. Сол кезде жарамсыз болған кезде өзі басқа түрде бөлік болып тұрады. Сондай кезде жарамайтын болса алып кесіп алып тастаңыздар. Соған мұқият болыңыздар. Өкпе, әсіресе бауыр, жүрекке ондай қатты болмайды. Мына көрдіңіздер ма, қабырғаның ішкі жағынан кеңірдекті өңешті жұлып алып жермен жерге түсіреміз. Міне толықтай біз ішек қарнын, жүрегін, бауырын бәрін төмен қарай алып тастадық. Енді бізде таққаны міне көрдіңіздер ма, міне төс етекті жаймендеп, төстің етін жаймендеп алып тастап жатырық. Бұл арада көрдіңіздер ма, қабырға мен төстің ортасында өзінің жігі бар. Сол жігіне түсетін болсаңыз оңай болады. А егер жігіне түспесеңіз, сіз барлық ішіндегі жаңағы сүйектерін дейміз ба, жіліктерін сындырып отыруыңыз керек. Мына төсіміз.
аккуратно жаймен де кесіп, қазір төс етекті төсті алып тастаймыз. Міне болды. Төсімізбен төс еттерін алып тастадық. Енді келесі кезек мына бүйректері, бүйрек майын көрдіңіздер ғой, міне. Қазір енді қабырғаны алатын боламыз. Қабырғанда өзінің жігі бар. Омыртқалардан міне көрдіңіздер ме? Бел омыртқадан жаймен басталады. Арада қабырғаны алатын боламыз енді. Қабырғанда өзінің жігі бар, соған түссеңіз оңай болады, көрдіңіздер ме? Жаймен қарай төмен қарай қолмен тартып отырып, жаймен пышақпен басып отырсаңыздар, қабырғаның жігіне түссеңіздер, жаймен қарай пырт-пырт төмен қарай кете беретін болады. Осындай кезде өткір пышақ, мықты пышақ керек. Өйткені мынау ірі қой ғой. Міне бір жақ қабырғасы алынып болды. Ал енді көрдіңіздер ме, арада етті абайлаңыздар. Екінші қабырғаны алып отырық. Бұны дәл сондай алған сияқты бірінші жігіне түсіп аламыз. Көрдіңіздер ме, міне жігіне түсті. Жаймен деп ары қарай жаймен қолмен қатты артып тұрып, міне кете береді. Сосын қабырғаны алған кезде айта кететін бір жайт, омыртқаның еттерін қатты алып кетпеңіздер, өйткені омыртқада ет қалу керек. Ал енді біздің омыртқа өзі үшке бөлінеді. Біріншісі мойын омыртқа. Мойын омыртқаны көбінесе үйдің егесіне береді. Үйдің егесі жеу керек деген бізде ұғым бар. Қойда омыртқа өзі үшке бөлінеді. Біріншісі біздің бөліп жатқанымыз мойын омыртқа, одан кейін бел омыртқа, ары қарай қанатты омыртқа болып бөлінеді. Біздің мойын омыртқаны міне үзіп жатырмыз. Екінші алатымыз қазір міне бүйректердің екі бүйрегін алып отырық. Ары қарай біз бел омыртқаға кірісеміз. Бел омыртқаны көрдіңіздер, жіктері міне жаймен жігіне түсеміз. Қанатты омыртқа басталмас бұрын міне жігі бар. Міне көрдіңіздер ме, егер жігіне түссеңіздер, осындай оңай ғана кететін болады. Осы бел омыртқа. Ендігі кезекті біз қанатты омыртқаны бөлетін боламыз. Қанатты омыртқа ол бізде жамбаспен жалғасқан. Мұқият болуымыз керек, өйткені қанатты омыртқаның соңғы омыртқалары жамбасқа қарай кетіп қалмау керек. Міне көрдіңіздер ме? Қанатты омыртқаны бөліп жатырмыз. Burada да өзінің жігі бар. Жігіне түсетін болсаңыз өте оңай болады. Өйткені бұл орада қазір бөлу қиындау болады. Міне біз қанатты омыртқаны алдық, кесіп. Бізде тек қана екі аяғы қалды қазір қойдың. Енді мына құйрығын қазір кесіп аламыз, бөлек. Міне көрдіңіздер ме? Қойдың құйрығын кесіп алып отырмыз. Арада көтеншегі бар қойдың, көрдіңіздер ме? Арада енді біз екі жамбасты екіге бөлеміз, екі аяғын, артқы аяғын екіге бөлеміз. Бұрадағы жамбасты қазір екіге бөлуіміз керек. Жамбас, білесіздер, құдалыққа, құда жекжат ең сыйлы адам болып жүреді. Ал ары қарай кеттік. Бізде енді көрдіңіздер, қойдың екі аяғы қалды, артқы аяғы қалды. Burada жамбас. Соларды құйымшақтан аккуратно біз ажыратып алуымыз керек. Неше құйрық бар бізде. Сіздер қазақ тілді YouTube каналымызда қолдап, тіркеліп кетеміз. Егер де біздің кеткен қателіктер болса, мүмкін ұмытылып кеткен айтылатын сөздер болса, комментарийға жазып кетеміз. Біз Қызылорда облысында қойды осылай сояды. Үй жағдайында. Қазақ әдебиетінде қоймен, мысалы, итті салыстырады. Қой дейді, жылына бір рет қозы табады дейді, а ит дейді, жылына 7-8 күшік дейді. Бірақ неге иттер көбеймейді дейді. Оған келетін болсақ, қойлар дейді, ерте жатып, таң атып ерте тұрады екен, ал иттер түнімен үріп таң атқанша үріп жүреді екен, таң ат ұйықтайды екен. Сонымен барлық береке, ырыс, несібеден қалады екен. Қойымыз ерте тұрып, барлық ырыс, несібе содан болады екен. Сол үшін итіміз жылына қанша рет мысалға 6-7 күшік десе де көбеймейтін. Ал қойдың біреу болмаса 2 қозы тауып, берекелі көп болатын содан екен. Ал видеомыз ары қарай жалғастырамыз. Арада біз көтеншегін кесіп алып, қазір жаймен де алып тастадық. Оны бізге түкке де керегі жоқ. Иттер жейтін нәрсе ғой. Міне енді біз арада екі жамбастың ортасында үлкен бір жік бар. Бұл сүйек па, сондай. Соны қазір осырадан екі жамбастың екі жаққа кетіп қалмау үшін ортасын аккуратно бөлуіміз керек. Жігіне түсіп,
мына енді көбінесе бұны балтамен шауып отырады. Қазіргі жағдайда біз кәдімгі пышақпен ашып жатырмыз. Мына көрдіңіз, пышақты бірінші қадап алып, үстінен қазір шүберекпен мына қойып, майлық шүберек қойып ұрып, мына шекті ашып жатырмыз қазір. Қазір жік кетсе, қазір екі жақ қарай кетеді қазір. Екі жамбас екі жақ қарай. Мынау іліп қойып союдың ең бірінші жақсы бір пайдасы тазалық. Өйткені қыл қыбыр басқа өте аз болады. Сосын адамның белі ауырмайды. Отырып сойғаннан гөрі тұрып қойып жан-жағын, мысалға ше, жан-жағында жүріп осылай жүріп соя бересіз. Беліңіз ауырмайды. Ал енді кеттік. Құйрығын алып отырмыз. Burada мына құйрық бар, құйымшақ бар және де жамбас. Үшеуінің кездескен жері ғой, міне көрдіңіздер ме? Жамбас. Міне ровно шықты. Екінші жамбас кетті. Міне екінші жамбасты алып жатыр. Осы арада көрдіңіздер ме? Нараны жаймен ғана құйымшақты абайлап кескен жөн. Осы жерде абайлаңыздар. Құят болғандарыңыз дұрыс. Видеоның соңына жақындап қалдық. Видео каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий қалдырайық. Ендігі бұйыртса, енді қойды жіліктеуді көрсететін боламыз келесі видеода. Мына арада енді соңғы моменттер қалды. Мына арадан алып болдық. Сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер.